Сәлеметсіздер ме, құрметті 8 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен алгебра пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Екінші нұсқаның есептері жеке-жеке түсіндіріледі. Әр есептің шығарылу жолы нақты әрі қысқадан нұсқа айтылатын болады. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Квадрат теңсіздік берілген екен. Алдымен оны сол күйі көшіріп жазып алып, тең 0 деп қарастырып, оның квадрат теңдеу ретінде түбірлерін тауып аламыз. Бұл жерде x квадраттың алдында коэффициент тұрса, бірден дискриминантқа жүгінгеніміз дұрыс. Ары қарай бірінші, екінші түбірлерін іздеп бастаймыз. Егер формулаларын ұмытып қалған болсаңыздар, жоғарыдағы немесе видео описаниясындағы видеоны бір қарап шығыңыздар. Тапқан түбірлерімізді интервалдар әдісі арқылы сан өсінде белгілейміз. Бұл жерде теңсіздік белгісіне мұқият болыңыздар. Қатаң емес екен. Демек, тапқан әр түбірімізді бояп белгілейміз. Сол жаққа кішісін, оң жаққа үлкенін. Аралықтарға бөліп алдық. X квадраттың алдында оң таңба тұрғандықтан, оң жақтан оң таңбамен бастай береміз. Таңбаларын қойып алдық. Бізге үлкен, яғни плюс аралықтар керек екен. Штрихтап көрсетіп қояйық. Жауапқа жазатын болсақ, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін жақшасы тік, мұқият болыңыздар, және 3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Ары қарай екінші есепке назар аударыңыздар. Бұл жерде А және Б сұрақтары бар екен. Алдымен Аны қарастыратын болсақ, квадрат теңсіздік беріліп тұр, стандарт түрде жазып алайық оны. Яғни 4-ті минус 4 ретінде сол жаққа өткіземіз. Енді бұл жерде сұрап тұрғаны ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. 2 балдық есеп екен. Алдымен оның түбірлерін тауып алуымыз керек. Түбірлерін тауып алдық, алайда нақты емес. Сондықтан да жуық мән есептеп аламыз. Енді бұл жерде түбір асты 73-тен шығады деп ойлайық. 73-ке жақын сан 64, 8-дің квадраты, сонымен қатар 85-дің квадратын білетіндер нақтырақ болу үшін 8-15 ретінде қарастырсаңыздар да болады. Есептейтін болсақ, бұл жерде бізде түбір минус 2,125 екен. Екінші түбір дәл осының плюс таңбасы. Ал оны есептейтін болсақ, 5,183 деген түбірлер шығады екен. Интервалдар әдісі арқылы аралыққа жіктеп таңбаларын зерттейік. Теңсіздік белгісі қатаң емес, демек ішін бояп белгілейміз түбірлеріміздің. Бұл жерге алып келіп сіздер қай түбірді қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Мен мысалы бұл жерге бастапқы түбірлерді алып келіп жатырмын. Жуық мәндері емес. Бұл жерде x квадрат алдында таңба оң, демек оң таңбадан бастаймыз оң жақтан. Бізге керегі кіші, демек екеуінің арасын штрихтап қояйық. Осы екі түбіріміздің арасындағы жауаптар екі. Алайда біздегі сұрақ осы аралықтағы ең үлкен бүтін шешім, яғни оң жақтағы ең үлкен бүтін шешім бізге болады екен. Мына жерде плюс 5, ары қарай 5,83 болды жуық мәні. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Келесі дәл осы есептің Б-сына назар аударыңыздар. Бұл жерде де квадрат теңсіздік беріліп тұр. Енді берілгеніне кішігірім өзгеріс енгіземіз. X квадраттың алдын оң таңба деп барлығының таңбаларын қарама-қарсы таңбаға ауыстырып жазатын болсақ, теңсіздік белгісі де қарама-қарсы бағытқа өзгереді. Бұл жерде сұрап тұрғаны теңсіздіктің неше бүтін шешімі бар дейді. Алдымен бұл жерде де теңсіздігімізді квадрат теңдеу ретінде қарастырып, түбірлерін тауып аламыз. Екі түбірімізді де тауып алдық, барынша ықшамдап жаздым. Енді жуық мәнін анықтайық. Бұл жерде түбір асты 10-нан 9 деген сан ең жақыны, одан 3 түбірден шығатын болса 2-мен көбейтіліп 6 болады. Ал 5-тен біз 6-ны азайтатын болсақ, бірінші түбіріміздің жуық мәні минус 1-ге тең екен. Екінші түбіріміздің жуық мәні 5-ке 6-ны қосатын болсақ 11 болады. Әдеттегідей интервалдар әдісі теңсіздік белгісіне назар аударамыз. Бояп белгілеуіміз керек екен түбірлерімізді. Таңбалары
оң жақтан бастаймыз, оң таңбадан. Өйткені x квадратының алдын біз оң таңбаға айналдырып алғанбыз. Енді бізге керегі кіші, яғни екеуінің аралығы, оны көрсетіп қойдық. Сұраққа назар аударыңыздар, неше бүтін шешімі бар. Енді біздің бүтін шешімдерге -1-дің өзі де кіреді, ары қарай 11-ге дейінгі барлығы бүтін түбірлер. Сонда жауапқа жазамыз, жалпы неше бүтін шешімі бар, санап шығатын болсақ, бұл жерде 13 дана бүтін шешім бар екен. Келесі үшінші есеп, теңсіздікті шешіңіз дейді. Алдымен теңсіздігіміздің барлығын бір жаққа жинап алайық. Сол кезде байқағанымызда екі бөлшек азайтылып тұр. Бөлшектердің бөлімі міндетті түрде бірдей болу керек. Ортақ бөлім 6 болады. Онда толықтырғыш көбейткіштерін жазып алайық. Енді алымдарына көбейтеміз. Бірінші бөлшектің алымы өзгеріссіз, ал екінші бөлшектің алымы көбейтсек 3х, алдында таңба минусы бар. Сол әсер ететін ұмытпаңыздар. Ары қарай бөлшектің бөлімі, ортақ бөлім 6-ға тең. Енді бөлшектің бөлімінде қарапайым сан болғандықтан оны ескерудің қажет жоқ, тек алыммен жұмыс жүргіземіз. Алдында тұрған коэффициенттердің барлығы 2-ге еселік болып тұр, демек қысқартып жіберуімізге болады. Енді келтірілген квадрат теңдеуі жасап алдық. Оның түбірлерін вет теоремасы арқылы бірден анықтай алады екенбіз. 3-ті көбейткішке жіктейміз, 3 пен 1 деп минус керек, ал қосқан кезде керек емес. Онда кішісінің алдына қоямыз. Теңсіздік белгісі қатаң болып тұрғандықтан түбірлерімізді ішін боямай белгілеп алайық. Жауап бізге үлкен болғандықтан оң аралықтағы жауаптар керек. Енді жазатын болсақ, оны минус шексіздіктен минус 1-ге дейін және 3-тен плюс шексіздікке дейін. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Төртінші есебімізді бастайық. Теңсіздіктер жиынтығын шешіңіз дейді. Жиынтық пен жүйенің айырмашылығын білесіздер деп ойлаймын. Әрқайсысын жеке-жеке қарастырып, оның шешімдерін бір интервалға саламыз. Тек қана жауап жазуда ғана мұқият болуымыз керек. Енді бірінші теңсіздікті көшіріп жазып алдым, оны қалай шығарамыз? Мен оны түрлендіріп былай жазып алсам болады. 4-ті минусқа өткізіп, 2-ның квадраты дейтін болсам, қысқа көбейту формуласы бойынша екі жақшаға діктеледі. Бірінші өрнек азайтылған екінші өрнек. Бұл бірінші жақшамыз. Келесі бірінші өрнек жазылды. Қосылған екінші өрнек. Бұл екінші жақшамыз. Әр жақшаны жеке-жеке ықшамдайтын болсақ, x қосылған 1 және x қосылған 5 деген қарапайым квадрат теңсіздікке келеді екен. Әрқайсының жеке-жеке жақшалардан түбірлерін білеміз. Оларды сан өсінде белгілеп алатын болсақ, теңсіздік белгісіне қараңыздар, қатаң емес, демек ішін бояп тұрып белгілейміз. X-тердің алды жақшалардың әрқайсысында оң болып тұр, демек оң таңбадан оң жақтан бастай берсек болады. Бізге керегі оң, плюс аралықтарды штрихтап көрсетіп қояйық. Жауапты жазатын болсақ, бірінші теңсіздігіміздің жауабын жазатын болсақ, минус шексіздіктен минус 5-ге дейін тік жақша және минус 1-ден плюс шексіздікке дейін екен. Екіншісін қарастырайық. Екіншісі қарапайым ғана келтірілген квадрат теңсіздік болып тұр. Оның түбірлерін бірден вет теоремасы арқылы анықтай аламыз. 5-ті көбейткішке жіктеуіміз керек екен. 5 пен 1-дің көбейтіндісі дейін минус керек, қосқан кезде де онда үлкеніне қоямыз минусты. Бұл жерде енді интервалдар әдісі арқылы көрсетіп қояйық бақылау болғандықтан. Алайда теңсіздік белгісі кіші болып тұрса, демек осы екі түбіріміздің аралығы дегенді біз ауызша білеміз. Екінші теңсіздік үшін де жауап жазылды. Ал енді екеуінің де шешімдерін бір сан өсінде кескіндеп алайық. Бізде бар түбірлер минус 5, біреуінде боялған, біреуінде боялмаған, демек боямаймыз. Ары қарай минус 1 деген түбір бар, бояймыз. Және 1 деген түбір бар, боямаймыз. Біріншісінен шыққан жауапты үстіне штрихтайын. Екі түбіріміздің екі шеті. Ал енді екіншісінде осы екі түбіріміздің аралығы болып тұр, оны төменге штрихтап көрсетіп қояйын. Сонымен жауапты жазатын болсақ, бүкіл жер штрихталып тұр, бірақ енді ойып алған жерлерімізді жауапқа енгізбей аралықпен жазып шығайық. Минус шексіздіктен минус 5-ге дейін және дәл сол минус 5-тен ары қарай 1-ге дейін, ары қарай 1-ден плюс шексіздікке дейін екен жауап. Жауап жазылды, есеп аяқталды. Соңғы 5-ші есепке келдік. Анықталу облысын табыңыз дейді. Түбірде қандайда бір өрнек тұр, е? Оны толықтай көшіріп, біз
Түбірдегі өрнек әрқашан 0-ден үлкен немесе тең болуына рұқсат деген шартты енгіземіз. Бұл бізге квадрат теңсіздікті береді. Әрқайсысының түбірлерін жеке-жеке табатын болсақ, біріншісінен түбір 2 болып шығады, екіншісінен -19. Екеуін аралықпен көрсетейік. Теңсіздік белгісі қатаң емес, демек ішін бояймыз. Алдымен -19, одан кейін 2-ні. Енді бұл жерде таңбада қараңыздар, x-тердің алды біреуі минус, біреуі плюс, демек оң жақтан теріс таңбадан бастаймыз. Ал енді жауапты жазатын кезде бізге оң аралық керек, оны штрихтап қояйық. Жауапты жазатын болсақ, -19-дан, жақшыларына мұқият болыңыздар, 2-ге дейін деген жауап екен. Жауап жазылды, бұл есепте аяқталды. Осымен құрметті білім алушылар, сіздермен бұл жиынтық бағалау тапсырмаларын толықтай қарастырып біттік. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.